Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге бауырсақтың ең оңай рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін біз алдымен жылы суға қант, тұз, ашытқы салып араластырып, үстіне ұнды електен өткеріп саламыз. Каналымда көптеген рецепт түрлері бар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Енді осылай қолымызбен қамырымызды илей бастаймыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып иленеді, оның үстіне сұйық май қосып, қайтадан жақсылап илейміз. Енді қамырымыздың үстін жауып, 1 сағатқа ашытып қоямыз. Неке менің қамырым 1 сағаттан соң осылай ашыды, өте керемет болып шықты. Енді қамырымызды осылай оқтаумен жайып аламыз. Қамырымыздың қалыңдығы осындай болады. Одан соң стаканның көмегімен осылай кесіп шығамыз. Енді бауырсақтардың үстін 15 минутқа сүлгімен жауып қоямыз. Қатты қыздырылған майда, одан соң осылай бауырсақтарымызды салып, екі жағын қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей бауырсақтарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.